Анашым, нағашы атамды қатты сағынып жүрмін. Ол кісі болған кезде барлығымыз жиі бас қосушы едік, е? Иә қызым, мен де сол сәттерді қатты сағынып жүрмін. Атам барлығымызды жинап, көптеген құндылықтарды бойымызға сіңіріп кеткен екен ғой. Соңғы рет атам о дүниелік болмай тұрған кезде әженің туған күнінде бас қосқан едік. Расында, менің өмірлік ұстанымым мен өнерімнің бастауында анамның мейірімге толы тәрбиесі тұрса, ұлттық құндылықтарды бойыма сіңіруге деген ынта ықыласым нағашы атам мен әжемнің берген батасы мен тәлімі арқылы дарығанын түсінемін. Өмірді жақсы қазақшылықпен өмір сүре беріңіздер. Бұлар күздей жайнап соңымыздан ере берсін, үлгілі жанұя болсын. Ризамыз бала шағамызға. Біздің әулетте ұлттық құндылық пен отбасы құндылығы бір-бірімен үйлесіп біте қайнасқан. Атам тірі кезінде оның ақ батасы мен әжемнің ақ тілегімен сахнаға шығатын едім. Қазақтың тілі, әдебиеті, ұлттық жыры мен терең тарихы жайлы жиі әңгіме-дүкен құрып бас қосатынбыз. Сол сәттер менің өмірімдегі ең қымбат естеліктер. Салт пен дәстүрді дәріптеу кейде отырған орныңнан, барған ортаңнан ақ басталады. Біздің отбасымызбен ұлттық нақышты қазақ тағамдарды үйлестіріп ұсынатын Сарқыт мейрамханасында жиі бас қосатынбыз. Сол жердің әр бұрышы, әр оюы, әр тағамы арқылы атам мен әжем ұлттық құндылықты біздің бойымызға әдеппен, үндемей, бірақ терең түрде сіңіре білді. Біздің әулетте ұлттық құндылық пен отбасы құндылығы бір арнаға тоғысқан. Себебі барлық ізгіліктің бастауы отбасы. Сол үшін де марқұм атама да, ақ жаулығы желбіреген әжеме де мың алғыс айтамын. Ұлттық құндылықтарды өнер арқылы, сахна образдар арқылы дәріптей білу менің басты мақсаттарымның бірі.